Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 14-13 көлемді 5 бөлмелі үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Құрметті көрермен, арнаның дамуына сіздердің үлкен көмектеріңіз керек болып тұр. Сол үшін 2 минут уақыттарыңызды бөліп, видеоны соңына шейін көрулеріңізді сұраймыз. Ал ендеше бастаймыз. Бірінші бізде кіреберіс. Оның көлемі 3,42. Келесі кезекте бізде жуынатын бөлме. Оның да көлемі 3,42. Келесі кезекте бізде ас бөлмесі. Ас бөлмесінің көлемі 4,80 де 3,40. Келесі кезекте бізде бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 3,80 де 3,40. Келесі кезекте холл. Холлдың көлемі 9,50 де 4,50. Келесі кезекте бізде екінші жатын бөлме. Оның көлемі 4,50 де 3,50. Келесі кезекте үшінші жатын бөлме. Оның көлемі 5 де 3,50. Және соңғы кезекте бізде зал. Оның көлемі 8 де 3,50. Біздің бұл сызбамызда үйдің негізгі қабырғалары 40 см және бөлме аралық қабырғалар 20 см белгіленген. Құрметті достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып және видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.